магнит жасауды көрсететін боламын. Магнит жасайтын кезде осындай болады. Бұлар неше түрлі светтері болады. Мен осы сары свет таңдадым. Ең бірінші мен астынан бастаймыз. Бастаған кезде бірінші өлшеп аламыз. Мына жерде бізде астыңғы сызық, сумканы қараңыздар, астыңғы моншақтан бастап, міне ровно болып тұру керек, клапанда ровно болып тұру керек. Сіз моншақты қай жерге жасайсыз? Равномерно бәрін көріп аламыз, одан соң есептейміз моншақты. Так, мен где-то мына жерде болса, осының үстінде. Менде мына немен көрініп тұр, хендмейдпен. Клапанның ортасынан, мына жердегінің ортаңғы сызығынан. То есть мына қатардан бастап есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына қатар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бізде болып тұр. Енді лесканы аламыз. Леска менде бір 40 сантиметр ма, 30 сантиметр деймін ба. Лесканы алған кезде, қыздар, былай да жазсаңыздар болады. Ең бірінші лесканы мынау магнитіміздің астына қарай жасырамыз. Одан соң мына жердегі келесі магниттің астындағы моншақ көріп тұрсыздар ма? Сол жаққа қарай өткізіңіздер. Енді мына жердегі моншақпен, мына жердегі леска тұр ғой. Так, алдымызға шыққан лесканың астындағы моншағына өткіземіз. Жалпы именно бір правила жоқ, осылай жасау керек деген ше. Но мен өзім үйреніп жасайтынымды сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Әркім әрқалай жасай береді негізі лесканы, магнитті. Бұл жерде де екі лесканың екі шетін бір жерге аламыз, қыздар. Потом барып тартамын. Бір жағы бітті, енді жоғары қарай көтереміз. Көтеріп жатқан кезде, мына қолымдағы лескадан мына магниттің үшбұрышы тұр ғой, соның ішіне қарай лесканы кіргіземіз. Кірді, қыздар, қараңыздар. Сосын астындағы моншақ бар. Астыңғы моншақтың, магниттің астындағы моншақтан мына лесканы өткіземіз. Мен Infinity сумкасында жазып қойған едім 6-7 миллиметр деп. Сол жақтан да қарсаңыздар болады. Осы именно магнит жабыстырған кезде 6 миллиметр лесканы қолданыңыздар. Енді примерно жауап көрейікші осылай. Келіп тұр, ровно ортасында тұр ма? Тұр. Енді мына жақта жаңа қалып кеткен лескамызды аламыз да, мына жердегі моншақтан өткіземіз. Міне. Өткіздік. Одан соң магнитімізден өткіземіз. Міне. Ішке қарай. Өтті. Енді келесі астыңғы жақтағы моншақтан қараңыздар. Астындағы моншаққа өткіземіз, ол өтеді, потому что магнитіміз әлі толығымен жабылған жоқ. Сосын сразу магниттің астынан жаңа шыққан лесканы былай қарай просто ішіне кіргіземіз. Леска ішінде қалу керек. Өтті ма? Өтті. Енді мына последний қалды, қыздар, қараңыздар. Последний қалғанға мына жерде өткен лесканы тағы магниттің ішіне қарай өткіземіз да, астыңғы лескамыздан, астыңғы жақтағы лескамыздан білдіртпей өткізіп жібереміз. Екі жағын тартамыз. Көрдіңіздер ма? Аккуратно, еш жерінде ештеңе жоқ, шығып тұрған ештеңе жоқ. Және де мына магнитке бір рет қаттырақ тарсаңыздар жетеді. Қайта-қайта мына шеттеріне кіргізе берудің қажеті жоқ, ол жақсы ұстап тұрады, итакшы.
Мына қараңыздар, қандай аккуратно шықты. Еш жерімізде ешқандай леска көрініп тұрған жоқ. Дәл ортасында тұр. Енді мына жерде шыққан лескамызды білесіздер, лесканы жалпы жасыруды білесіздер. Мен бір рет көрсетіп жіберейін. Бір рет мына жаққа жабыстырдық, мына моншаққа, екіншісін қайтадан өзіне жібереміз. Енді мына жердегі тұрған үстіңгі моншақтарға өткіземіз. Үстіңгі моншаққа өткіземіз. Мына ортасындағы моншаққа өткіземіз. Ортасындағы моншаққа өткіземіз. Қайтадан жоғарғысына шығамыз. Қайтадан жоғарғысына шығамыз. Сосын ортаңғы моншақтан келіп біріктіреміз. Екеуін бір қатты тартып алайық. Тағы бір моншаққа кіргізейік. Сонымен жабамыз. Міне мына моншаққа өткізем. Мына моншаққа өткізем. Мына моншаққа өткізем. Және де мына моншаққа өткізем. Қатты тартамын да, қырқып тастаймын. Все, қырқамыз. Мына жаққа дейін өткізуге болады, но болады осы. Так, енді үсті жағы бар. Үсті жағында равномерно тағы қарап алыңыздар. Дәл мынау тұрған жеріне. То есть handmade деп жазылып тұр бізде. Сол жерге өткіземіз соның үстіне. Мына жер үшбұрышты болып тұр ғой, постарайтесь үшбұрышты болып жасауға. Так, лескамызды аламыз. Потом қараңыздар қыздар, магниттің артқы жағы бар, алдыңғы жағы бар. Екі жағын шатас кетпеңіздер, хорошо? Енді мынау handmade'тің үстіне жабыстырамыз. Жаңа қалай жабыстырдық, бұл жерде де дәл солай. Так. Равномерно қойып аламыз. Міне мынау магниттен мен өткіздім. Жанындағы моншақтан өткіземіз. Міне енді мына жердегі моншақтан шығып тұр ғой леска. Келесі үстіңгі моншаққа өткіземіз. Білмеймін, мүмкін сіз басқа техникасын білетін шығарсыз. Мен жалпы осылай өткіземін өзім. Мына жерде тұрған астыңғы лескамызды жанындағы моншаққа өткіземіз. Сосын мына жақындағы моншаққа өткіземіз. Потом үстінен аламыз магнитті, міне былай. Магнитті алдық, равномерно болсын. Астындағы моншақ тұр, оны көріп тұрсыздар. Ақ моншақ. Содан да өткізем. Үстіңгі моншақтан өткізем. Потом жаңағы шетіне шыққан моншақтың лескасы бар ғой, соның жанындағы моншақтан өткізем. Жалпы просто менімен бірге қайталап жасап көрсеңіз, оңай қыздар.
сосын мына екі шетінен жаңағыдай енді басы қалды бізде. Магниттің шетіндегі соңғысына мен лескамды салдым. Енді үстіндегі моншақтан өткіземін. Енді мына магниттен астына қарай былай өтіп кетеміз. Потом мына жердегі моншаққа өткіземіз. В общем, түсініңіздер ғой қыздар, міне. Түсініңіздер ғой қыздар, міне. Мына жерде екі жерде тұрған лесканы былай алып келіп, бір-біріне былай жағып, одан соң қайшымен қырқып жүреміз. Білетін болсаңыз, скоростьқа қойыңыз осымен. Бітті. Мінекей қыздар, қараңыздар, екі жағы бізде бітті. Екі жағы да ровно болды. Қараңыздар, леска артық леска шығып тұрған жоқ. Екі рет қайталаған жоқпыз. Қатты ұстап тұр, міне қарасаңыздар да жылжымайды ғой. Қатты прям тартыңыздар да, потом мынамен тартып жүрсеңіздер, мына мен фотоға чатқа қостым ғой. Осымен тартып жүрсеңіздер, қатты қысылады прям. Міне қараңыздар, ровно. Просто бір жапқанда сразу жабылады, көрдіңіздер ме? Вот қыздар, осымен бітті. Мына менде қазір заказ. Көрсетіп қояйын тағы да. Потом бұл да менде Қырғызстанға кетіп бара жатқан заказ. Қараңыздар, қандай әдемі болды. Прям малюсенький, әп-әдемі сумочка, ешқандай мін жоқ. Міне бұл жерінде магниті тура солай, магнит үшбұрышты. Так етіп жабылады, сразу жабылады. Барлық магнитті мен осылай жасаймын. Вот. Бұл сумкамда кетіп бар жатыр. Мына сумкамның моделін де көрсетейін. Бұны кеше ғана бітірдім. Байқасаңыздар, мына жағы кішкене ұзынырақ. Шеті осындай, алды қақпағы осындай. Бұның магниттің қарасаңыздар 4 бұрыш қылып жасадым бұны, потому что ежевика моншақтан кішкене 3 бұрыш жасау қиын. Мінекей. Бұл да сразу жабылады. Көріп тұрсыздар ғой, вот, мен сумочкаларымда осындай немен жасаймын. Мына екеуі Қырғызстанға кетіп бара жатқан заказ, біреуі Тараз қаласына кетіп бара жатқан заказ. Жасай беріңіздер, істеріңізге сәт қыздар. Сабақ түсінікті болса реакция қалдырыңыздар.